Барлығыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Лаура. Бүгін біз өте оңай жасалатын жұмсақ сүзбелі печенье дайындаймыз. Ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 230 грамм сүзбені саламыз. Жұмсақ 100 грамм майды турап саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. Шым тұз қосамыз. Және де ванильді қант 1 шай қасық қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң 220 грамм ұн қосып, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне достар, бізде осындай қамыр шықты. Енді бірден осы қамырды жұқалау қылып жаямыз. Ол үшін біз қамырды үстелдің үстіне қоямыз. Қамырымыз үлкендеу болғасын 2-ге бөліп аламыз. Содан соң бірінші қамырды жайып аламыз. Қамырыңыз қолға қатты жабысатын болса, жайған кезде ұн сепкен дұрыс. Менде жабыспағасын ұн сепкен жоқпын. Печеньені түзу қылып жасау үшін, әдемі болып шығу үшін жан-жағын мен кесіп аламын, бірақ бұл міндетті емес. Қамырдың қалған бөліктерін осылайынан біріктіріп аламыз. Келесіде жайған кезде барлығын бірге қосып жаятын боламыз. Енді осы қамырдың үстіне қант пен кокосовая стружканы саламыз. Шетінен бастап өте жіңішке қылып орап шығамыз. Содан соң бірдей бөліктерге кесіп шығамыз. Енді екінші қамырды да дәл солайынан жайып шығамыз. Екінші қамырдың мен жан-жағын әдейі кесіп алмайтын боламын, сіздерге көрсету үшін осылайынан да орауға болатынын. Бұған да кокосовая стружкамен қантты салып шығамыз. Мен әр қамырға 2 ас қасықтан салып шықтым. Сіздер өздеріңіз дәміне қарай қоссаңыздар болады. Қатты тәтті жақсы көрмесеңіздер, аздап қана салсаңыздар да болады. Енді қамырымызды шетінен бастап барлығын орап шығамыз. Бұны да бірдей бөліктерге барлығын кесіп алатын боламыз.
пешті алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа. Осылайынан барлығын салып шығамыз. Печеньелердің бетіне де ештеңе жағудың қажеті жоқ. 20 минутқа қойып барлығын пісіріп аламыз. Мінекей, бізде осындай болып шықты. Өте әдемі, ыстық кезінде жесеңіздер, өте дәмді болады. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын да сеуіп шықсаңыздар да болады. Достар, барлықтарыңызға осы печеньені дайындап көруге кеңес етемін. Өте жұмсақ, өте дәмді, ішінде сүзбесі бар керемет печенье. Видео сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Лаура. Қош сау болыңыздар.